Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санның пайызын және пайызы бойынша санды табу. Оқу мақсаттары: берілген санның пайызын табу, берілген пайызы бойынша санды табу. Бағалау критерийлері: білім алушылар берілген санның пайызын есептей алады, пайызы бойынша санды анықтай алады, пайызға қатысты мәтінді есептерді шығара алады. Сіздің бүгінгі сабақтағы көңіл күйіңіз қандай? Берілген түстер бойынша көңіл күйімізді анықтап алайық. Қызыл — қуанышты көңіл күй. Алқызыл — ұнамды көңіл күй. Сары — жағымды көңіл күй. Көк — суық көңіл күй. Қоңыр — қиналған көңіл күй. Күлгін — алаңдаушы көңіл күй. Қара — күш-қуаттың төмендеуі. Ақ түс — анықталмаған көңіл күйді білдіреді. Миға шабылу әдісі арқылы өткен тақырыптарымызды еске түсірейік. Пайыз деп нені атайды? Жақсы. Берілген санның 1% қалай табылады? Өте жақсы. Пайыз бөлшекпен қалай жазылады? Мысал келтіріңдер. Тамаша. Бөлшек пайызбен қалай жазылады? Мысал келтіріңдер. Өте жақсы. Ой қозғау бірінші тапсырма. 20% 80-ге тең санды табыңыз. 80-нің 20%-ын табыңыз. Шешуіне назар аударайық. Бірінші есепте бірінші амал. 20-ны бөлеміз 100-ге тең 0,2. Екінші амалда 80-ді бөлеміз 0,2-ге тең 400. Екінші есепте бірінші амал. 20-ны бөлеміз 100-ге тең 0,2. Екінші амалда 0,2-ні көбейтеміз 80-ге тең 16 шығады. Жаңа тақырыпқа түсініктеме. Пайызы бойынша санды табу үшін пайызды жай немесе ондық бөлшек түрінде өрнектейміз. Берілген санды осы бөлшекке бөлеміз. Ал санның пайызын табу үшін пайызды жай немесе ондық бөлшек түрінде өрнектейміз. Берілген санды осы бөлшекке көбейтеміз. Сергіту сәтін жасайық. Сағаттың тіліндей иіліп оңға бір, сағаттың тіліндей иіліп солға бір. 10 аяқ, сол аяқ, 10 аяқ, сол аяқ, жаттығу 10 аяқ. Жеке жұмыс: алған жаңа теориялық білімді практика жүзінде пысықтау. Екінші тапсырма: 30, 125, 310 сандарының 10%-ын табыңыз. 10%-ы 0,4-ге, 9,125-ге және 28-ге тең санды табыңыз. Екінші тапсырма бойынша дескриптор. Өрнекті құрайды, берілген санның пайызын анықтайды. Пайызы бойынша санды анықтайды. Үшінші тапсырма. Қандайда бір санның 5%-ы 12-нің 40%-ына тең. Ол қандай сан? Қандайда бір санның 75%-ы 80-нің 30%-ына тең. Ол қандай сан? Қандайда бір санның 20%-ы 72-нің 25%-ына тең. Ол қандай сан? Тапсырма бойынша дескриптор. Өрнекті құрайды, пайызы бойынша санды анықтайды. Төртінші тапсырма бізде деңгейлік тапсырмалар. А деңгейінің есебі: егер санның 1%-ы 5-ге тең болса, 6%-ы неге тең? В деңгейінің есебі:
40-тың 60% немесе 60-тың 40% үлкен болатынын анықтаңдар. С деңгейінің есебі. Ұялы телефонның бағасы 21 000 теңге. Бұл баға 8%-ға төмендеді. Кейін баға тағы 15%-ға төмендеді. Екінші рет төмендетілгеннен соң ұялы телефонның бағасы қандай болды? Тапсырма бойынша дескриптор өрнекті құрайды, берілген санның пайызын анықтайды. Пайызы бойынша санды анықтайды. Сабағымыздың соңында рефлексия жасаймыз. Рефлексияны нысана әдісі арқылы жүргіземіз. Мұнда сары түсті шеңбер. Бұл тақырып маған өте қызық болды. Қызыл түсті шеңбер маған бәрі түсінікті. Көк түсті шеңбер маған көмек қажет дегенді білдіреді. Оқушылар, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.